Тарих тарландары 1 бөлім. Абай Құнанбайұлы жайлы деректер топтамасы. 1 дерек. Абайдың шын есімі Ибрахим. Абай деп әжесі еркелеткен. Анасының есімі Ұлжан. Ұлжан Құнанбайдың 2 әйелі. 2 дерек. Абай атадан 6, анадан 4 едім. Құнанбай қажының 4 әйелі болған. Бәйбішесі Күңкеден Құдай берді. Ұлжаннан Тәңір берді, Ибрахим, Ысқақ, Оспан болса. 3 әйелі Айғыздан Халиулла, Смағұл туады. 4-шісі Нұрғаным. Одан ұрпақ жоқ. 3 дерек. Хәкімнің ақын. Жазушылықтан бөлек композиторлық қабілеті де болған. Ол бірқатар өлеңіне әнді өзі жазған. Соның бірегейі Көзімнің қарасы. 4 дерек. Ақындық жолына 10 жасында түсе бастайды. Ең алғашқы өлеңдерін Көкбайдың атынан жариялаған. 5 дерек. Жазба қазақ әдебиетінің. Қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы ұлы Абай қазақ, араб, парсы, орыс тілдерін білген. Иран, шағатай, ескі өзбек тілдерінде жазылған дастан қиссаларды, ертегілерді оқыған. 6 дерек. Ел басқару ісіне 13 жасында араласқан. 7 дерек. Абайдың алғашқы махаббаты Тоғжан. 8 дерек. Бірінші жары Ділдәға 1860 жылы 15 жасында, 2 әйелі Әйгерімге 30 жасында үйленген. Әмеңгерлік жолмен алған әйелінің есімі Еркежан. Ол Абайдың інісі, Оспанның қалыңдығы. 9 дерек. Ұлы ағартушының 10 баласы болған. Ол небәрі 16 жасында әке атанып, 36 жасында алғашқы немересін қолына алады. Оның аты Әубәкір. 10 дерек. Саяси қайраткер 21 жасында болыс болып сайланады. 11 дерек. Ақынның саяси көзқарасының қалыптасуына ықпал еткен орыс зиялы қауым өкілдері. Михайлис, Леонтьев, Гросс, Блек, Лобановский, Коншин, Долгополов және тағы басқалары. 12 дерек. Ақын өмірінде 176 өлең, Ескендір, Масғұт және Әзім әңгімесі поэмалар мен 45 қара сөз жазып қалдырған. Сондай-ақ ол шебер аудармашы да болған. Михаил Лермонтовтың өлеңдерін, Александр Сергеевич Пушкиннің дастандарын және Иван Крыловтың мысалдарын қазақ тіліне аударған. 13 дерек. Жазушының ғағлиялары, қара сөздері әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Атап айтсақ, Қытай, француз, орыс және тағы да басқа тілдер. Ал өлеңдері грузин, қарақалпақ, қырғыз, татар, француз, ағылшын, түрікмен, ұйғыр тілдеріне аударылған. 14 дерек. Ұлы данышпан туралы көптеген мақала, кітаптар жазылып, фильмдер түсірілді. Ақынның туғанына 175 жыл толуына орай арнайы Абай ТВ телеарнасы ашылды. 15 дерек. Абай мұрасын алғаш зерттеп бастаған ағартушы, ғалымдар мен қайраткерлер Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ілияс Жансүгіров және тағы да басқа зиялы қауым өкілдері еді.